Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше сервисті нейрожеліні ұсынатын боламын. Лука деп аталады бұл нейрожелі. Сәйкесінше бұл нейрожелімен жұмыс жасау үшін Google Лука деп жазып, осы жердегі бірінші шыққан сілтемені басып, яғни біз осы сайтқа доступ қатынау жасаймыз. Бұл жерде орыс тіліне аударып алсаңыздар болады. Бұл сайт бізге не береді? Бұл сайт нейрожелі бізге әдемі логотиптерді жасауға мүмкіндік береді. Создайте свой собственный красивый бренд дейді. Яғни өзіңіздің бір логотипіңізді құрып, барлық жерде сол логотипті қолданып жүрсеңіз болады. Яғни логотиптің дайын дизайндарын бізге не істейді? Жасап береді екен. Мысалы, бұл жерде енді біз қазір тіркеусіз жасап көрейік, регистрациясыз. Мысалы, мен Айнұр Бақытбек деп мен өзімнің компаниямның атауын осылай атағым келіп тұр, өзімнің аты жөніммен. Начать деген батырманы басамыз. Сол кезде бізден келесідей нәтиже шығарып беріп жатыр. Бұл жерде не дейді? Орысшаға аударып алайық. Выберите свою отрасль. Знание вашей отрасли поможет нам выбрать символы, цвета и многое другое. Яғни, біз қандай салада жұмыс жасаймыз, Яғни, біздің жаңағы название айттық тақырыбын логотипіміздің, енді оған бір қандайда бір элементтер қосу керек болады, логотип жасаған кезде. Біз енді образование деп айтсақ болады. Образование. Так, тағы да қандайда бір осы жерде выберите несколько логотипов, которые вам нравятся. Мы будем использовать их в качестве вдохновения. Все они были сделаны с помощью лука. Яғни біз сізге қандай стильдағы, логотиптер көбірек ұнайды, соның бірнешеуін таңдаңыз дейді. Мысалы үшін мынаны таңдасақ болады. Мынау стиль әдемі, мынау стильді әдемі екен. Одан кейін мына жердегі бір шрифттар әдемі екен. Сонымен қатар мынау шрифт стиль тоже әдемі, мынау стиль тоже әдемі сияқты. Мынағандардың ішінде, тағы қандай? Енді өзіңізге ұнағанын таңдап ала бересіздер. Мынаны да таңдап қойық. И продолжить дейміз. Содан кейін түстер, қандай түстер сізге көбірек ұнайды дейді. Мысалы, маған сары түс ұнайды, фиолетовый түс ұнайды. Одан кейін оттенки серого ұнайды. Осыларды продолжить дейміз. Енді бізге слоган. Слоган деген, яғни жаңағы қандай мотивация беретін бір жаңағы қазақша аудармасын есіме түспей тұр. Слоган, қандай слоган жазасыздар дейді. Қазір слоганды енгізейік. Енді менің компаниямның атауы латынша болғандықтан, слоганды да латынша жазайын. Тек алға деп. Тек қана алға. Тек алға деп жазайын. Осындай слоган болсын. Қазір мына жерде. Мінекей, осылайша маған қазір осындай версиядағы логотиптарды нейрожелі ұсынып отыр. Ұсынып жатыр, осындай нұсқалар. Сол сияқты өздеріңіз де
осылай өздеріңіздің жаңағы логотиптеріңізді жасап алсаңыздар болады екен. Мінекей қараңыздар, өте керемет. Ойланып жатудың қажеті жоқ, тек қана нейрожеліге запрос жібересіз, және де нейрожелі сізге осындай керемет жаңағы логондарды жасап береді екен, логотиптерді. Енді бұл жерде бізде қайта-қайта мындай ошибкалар шығып жатыр, себебі бізге міндетті түрде тіркеліп алған дұрыс. Сол кезде ешқандай осындай жаңағы нелер болмайды, ошибкалар болмайды. Мінекей, қажеттеріңізге жаратсаңыздар болады. Керемет бір сервис деп ойлаймын, логотип жасауға арналған. Назарларыңызға рахмет. Лайк қоюды, комментарий жазуды, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.